Қайырлы күн. Біздің бүгінгі сіздермен өтетін екінші сабағымыз Instagram парақшаны әрлеу арқылы сатылымға дайындау. Жалпы бірінші сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Негізі көптеріңіз Instagram ашқан болатынсыздар. Ашпағандарыңыз кешегі сабақ бойынша Instagram'ды бүгін ашты деп ойлаймын. Және инструменттермен танысқан болатынсыздар. Енді бүгін парақшаны әрлейміз. Ол үшін біріншіден Instagram'a кіреміз. Instagram'a кіргеннен кейін профиль деген жерге кіресіздер. Профильға кіргеннен кейін толтырасыздар. Мұнда толық аты жөндеріңізді немесе компанияның атауын. Онан кейін имя деген жерге өзіңіздің Instagram парақшаңыздың нақты атауын түсінікті етіп осы араға жазасыздар. Жаңағы латын әрпімен қысқаша нақты түсінікті болғандай. Одан кейін сайт деген жерге мысалы кез келген әлеуметтік желінің сілтемелерін қоясыздар. Мысалы мен сіздерге түсінікті болу үшін WhatsApp-қа өтетін сілтемені қояйын. Ол үшін сайт деген жерге басасыздар да WhatsApp нөмірлеріңізді қоясыздар, телефон нөмірлеріңізді, немесе жеке топ ашып аласыздар да сол топтың сілтемесін алып Instagram'ға қоятын боласыздар. Сол кезде жаңағы сіздерге Instagram'дағы адамдар WhatsApp желісіне өтіп топқа жазылатын болады. Ол үшін жеке топ ашып аласыздар. Топ ашып алғаннан кейін сілтемесін аласыздар. Мен копировать дегенді басасыздар. Көшіріп алғаннан кейін Instagram'ға келесіздер да сілтемені қоясыздар. Қойып болдық. Енді онан кейін мынау өзіңіз жайлы толық ақпараттар жазып өтесіздер. Мысалы мен қазір екі жоба басқарам. Біреуі Катарсис KZ деген кедей болуға мүмкіндік жоқ атты кітапты сатумен айналысам. Екінші аккаунтым басқарып отырған Айдын Академиясы. Онан кейін мынау страница деген жерге кіресіздер. Бұл да өте маңызды. Ол үшін сіздерде жалпы Facebook әлеуметтік желісі болу керек. Сол арқылы Instagram'ды байланыстырасыздар. Ол не үшін қажет? Кейін артынан айтып өтетін болам. Ол таргетинг жарнама жасаған кезде қажет. Осыған кіргеннен кейін сіздер Facebook пен Instagram'ды байланыстырасыздар. Оны байланыстырып болғаннан кейін мынау категория деген жерге кіресіздер. Мұнда жаңағы өзіңіз қандай Instagram әлеуметтік желісін жүргізесіз, сол туралы жазып өтесіздер. Мысалы бренд жайлы ма, немесе кітап, журнал сатасыз ба, музыка салатын топ ашасыз ба, спорт па, телевидение, фильм деген сияқты өзіңіз, немесе басқа ма деген сияқты өзіңіз таңдап сала беретін боласыз. Мысалы СМИ деген сияқты әртүрлі жаңағы мамандықтар бойынша өзіңіз парақшаңызды жүргізуге арналған. Онан кейін мұнарада электронды пошталарыңыз жазып өтуге болады. Сосын астына жеке ақпаратыңызды және ұялы телефондарыңызды жазып өтесіздер. Осымен болды. Енді мұнда астыға қарасаңыздар, менде Telegram, Google, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram деген сияқты қызықты ақпараттар салатын логотиптер қойылған мұнда. Мысалы, сіз Telegram деп басып, үстіне өссеңіз, ол Telegramға немесе YouTube каналдарына өтеді. Егер де сізде 10.000 адам болатын болса, сіз осы әлеуметтік желілерге тура өтетін сілтеме қоя аласыз. Ал егерде 10.000-нан төмен адам болса, онда тек история арқылы телефон нөмір қалдыр деген сияқты сілтемелерді қоя аласыздар. Мысал ретінде түсіндіріп өтейін. Айдын мырзаның парақшасына кіретін болсақ, Telegram, YouTube, WhatsApp және Facebook деп тұр. Мысалы, Telegram дегенді бассаңыздар, ол каналға өтетін болады. Мына жерде еше деген батырма болады, сол батырманы бассаңыздар, ол Telegram каналына өтеді. Мына сияқты көрдіңіздер ғой. Ал
мына жақтан келіп жаңағы YouTube дегенді басатын болсаңыздар, YouTube каналға өтеді. Қарап отырсаңыздар, онан кейін WhatsApp дегенді бассаңыздар, мысалы WhatsApp желісіндегі топқа өтеді. Осы сияқты профильді сәндеп өздеріңізде қоя аласыздар. Міне Facebook дегенді бассаңыздар, мысалы Facebook әлеуметтік желісіне өтесіздер. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді парақшаны әрлеуге кірісейік. Жалпы осыны қойғандарыңыз өте дұрыс болады. Енді парақшаны әрлеу бойынша мен сіздерге бірнеше әрленген парақшаларды көрсетіп жіберейін қазір. Мысалы ретінде сіз жалпы парақша әрлегенде пост салудан бастайық. Біз кез келген бір пост салатын болсақ, мысалы мен мына пост салдым. Мұнда әрленгендерін көріп отырсыздар. Текст жазғаннан кейін астына бір абзац қалу керек. Жалпы пост салғанда да осындай етіп салғандарыңыз дұрыс болады. Мысал ретінде тақ кірсеңіздер, міне мынандай неше түрлі смайликтерді қолдану арқылы салып отырсаңыздар, ол пост қызықты болады және адамдардың көргеніне де ыңғайлы көз тартарлық етіп, сіздің әлеуметтік желіге кірген кезде парақшаңызды бірден адамдарды ұстап қалатындай күйге салады. Енді мамандығын қазақ тілі әдебиеті. Иә, қазақ тілі әдебиеті. Мен сосын сөйлесем сізбен. Мұнда да солай, жаңағы тексттер салған кезде ара-арасын ашып бір-біріне тимейтіндей етіп салсаңыздар жақсы болады. Енді басқа парақшаларды көрсетейін сіздерге қалай жүргізіп жатқандарын. Мысалы, мына парақшаны қарасаңыздар, біркелкі стильмен жүргізіп жатыр. Міне қарайсыз, мысалы бірден көз тартарлық посттары не істейсіз, көргеннен кейін бұған жазыласыз. Мына сияқты біркелкі жүргізіп отыр өздері. Маған ұнағандықтан мен сақтап алғам. Өздеріңізге ұнаған посттар сақтап алу үшін осы бір батырманы басып сақтайсыздар. Дәл солай келесі парақшаны көрсетейін. Мұнда да қарасаңыздар, біркелкі дизайнмен жүргізіп отыр. Бұл парақшаларға жазылып алсаңыздар, көптеген мәліметтер аласыздар, көптеген білім ала аласыздар, қосымша білімді. Бұлар жалпы CMM деген саламен айналысады. CMM дегеніміз Social Media Marketing деген сала. Астына қарасаңыздар, біркелкі түспен жүргізіп отыр. Қара түспен алған екен. Не себепті екені, жаңағы қара түс көп көз ауыртпайды ғой, сол үшін қара түсті алғанда тек екі түспен ғана жазып отыр. Ұзалса 3 түс, әйтпегенде 2 түспен. Осылай жүргізіп отыр. Міне, онан кейінгі бір парақшаны алсаңыздар, мысалы мен парақшаны көрсетейін сіздерге. Бұда біркелкі түспен жүргізген, жаңағы сары түсті ғана алғанда мына жаққа жаңағы қызықты ақпараттарды салып отырған. Енді мұнда посттарды салған. Қарасаңыздар, міне ара-арасын ашып тексттерді бөліп жазған. Бұлардың бәрі мен қазір сіздерге түсіндіріп өтетін болам. Қалай текстті бөліп жазу керек, қалай арасын ашу керек деген сияқты. Енді келесі парақшаға өтейік. Бұл парақшада біркелкі дизайнмен жүргізіп отыр. Мысалы, сіздің парақшаңыз дәл осылай болса, барлығы толтырылған. Енді астын қарасаңыз, бірден не істейді? Адамның көзін тартып ала алады. Сіз міндетті түрде кіріп, бұл посттарды оқыңыз келеді. Осында парақшаға кіріп жазылып алсаңыздар, мұнда да керемет посттарды салып отырады. Бірақ орысша болса да түсінікті бәрі. Түгел жазылған. Осылар арқылы да Инстаграмды тез меңгеріп үйреніп алуға болады. Келесі парақшаны көрсек, бұда біркелкі
түспен жүргізген, міне мынандай стильмен біркелкі жүргізіп отырған. Өздеріңіз кез келген бір стиль қалыптастырып алсаңыздар, парақшаларыңыз жақсы жүретін болады. Міне мысалы сіздер бір 12 посттан, немесе 9 посттан салып әртүрлі дизайндармен көріп алсаңыздар, көз тартарлық болып көрініп отырады. Мысалы мына кісі міне басында осындай стильмен жүргізген да, онан кейін барып парақшаның стилін ауыстырған. Міне көрдіңіздер ғой, қалай кете жатыр. Онан кейінгі бір парақшаны көрсетейін тағы да. Міне осы парақшаға кіріп алсаңыздар да өте жақсы жүргізеді. Жаңағы посттарын оқысаңыздар, сосын салған историяларын қарап отырсаңыздар, неше түрлі сабақтар түсіндіріп, үйретіп, бәрін көрсетіп отырады. Мысалы мен сіздерге 5000 теңгеге үйретіп атқан білімді бұлар 20 мың, 30 мың, 40 мың теңгеге үйретіп жатыр. Бірақ парақшасын қарасаңыздар, осы сияқты біркелкі стильмен жүргізіп, нақты түсіндіріп үйретуде. Мен де бұлай жүргізе аламын, сіздерге бір парақша ашамын да жеке. Сіздерге бір ай бойы пост салып отыратын боламын. Мына парақшаға кірсеңіздер де жақсы, міне. Мысалы қараңыздар, CMM саласымен айналысатын парақша осы. Бұда да өте қызықты көп деген мәліметтер, ақпараттар бар. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер, мол білім жинай аласыздар. Мұндай парақшалар негізі 120 мың теңгеге дейін жүргізуге болады бір парақшаны. Осындай жүргізіп беру үшін 120 мың теңге алуға болады. Мына бір парақшаны қарайық, міне. Бұл да жақсы жүргізіп отыр. Біркелкі стильмен, біркелкі дизайнмен. Мынау да бір түрлі дизайнмен жүргізген. Мұнда қарасаңыздар, басты сурет деді, аса мән беру керек. Мұнда да басты сурет жаңағы адамның көзін тартып, бірден баурай алады. Онан кейін міне посттарды салып отырған неше түрлі. Дөңгелек қылдырып, үшбұрыш қылдырып, ромб қылдырып, квадрат деген сияқты неше түрлі символдарды қолдану арқылы рамкаларды қолданып жасауларыңызға болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай. Жалпы мен өзім ашық түспен жүргізгендерді жақсы көремін. Ашық түспен жүргізсеңіздер, адамдарға қараған ыңғайлырақ болады. Мысалы осындай видеоларды историяларға салуға болады. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мысалы мына инстаграмнан сіздер кез келген бір видеоларды көріп қалдыңыздар. Мысалы көптеген әлеуметтік парақшаларға кірсеңіздер, осындай қызықты видеолар болады. Оны жүктеп алу үшін сіздер біріншіден жаңағы Telegram деген бағдарлама бар. Соны Play Market'тен жүктеп аласыздар. Сосын оған жаңағы осындай видеоларды көшіретін арнайы боттарды жүктейсіздер. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мысалы біз мына нені көшіріп алайық, видеоны. Ол үшін жоғары жақта қарасаңыздар, 3 точка тұр, осының үстін басасыздар. Онан кейін сілтемесін көшіріп аласыздар. Сілтемесін көшіріп алғаннан кейін Play Market'тен мынандай бағдарламаны жүктеп алуға болады. Міне бірінші жолы осы көрсетейін. Осы бағдарламаны жүктеп алғаннан кейін жаңағы сіздердің алған сілтемелеріңіз видеоны шығарып береді. Онан кейін мұнарадағы жүктеу батырмасын бассаңыздар, ол сіздердің галереяларыңызға сақталатын болады. Міне қазір қарайық. Міне видеоны біз жүктеп алдық. Енді осыны біз
историяға салу арқылы адамдар жинай аламыз. Мысалы, көшіріп алғаннан кейін Инстаграмға кіресіздер да жаңа видеоны саласыздар. Басып, астына текст жазуға болады. Мысалы, сізде 10.000 адам десеңіз, 10.000 оқырман. Рахмет деген сияқты неше түрлі посттарды осылай видеоны жүктеу арқылы сала бересіздер. Көрдіңіздер? Өте оңай. Енді екінші жолы, екінші көшіру жолын айтайын. Бағанағындай бағдарлама жоққа қалса, екінші көшіру жолы тағы да дәл солай. Мына үш батырманы басасыз да, үш батырманы басқаннан кейін сілтемесін аласыз да, Telegram топқа өтесіз. Telegram топқа өткеннен кейін InstaSaver деген бағдарлама болады. InstaSaver деген бот, осы ботты көшіріп аласыздар. Көшіріп алғаннан кейін жаңағы сілтемені қоясыздар. Сілтемені қойғаннан кейін сіздерге автоматты түрде осылай көшіріп береді міне видеоны. Видеода және астына жазылған тексті де осылай дайын шығарып бере салады. Ол тексті былай дайын көшіресіздер да өздеріңіздің Instagram парақшаларыңызға да салуға болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді тексті көшіріп алып, арасын бөліп жазуды көрсетейін. Мысалы, сіздерге кез келген бір текст ұнап қалды дейік. Жаңағы асыларынан несіне кіре салайыншы мен сіздерге. Instagram парақшасына. Мысалы, кірдіңіздер, кез келген бір постқа кірдіңіздер, мысалы, міне мына посттың астындағы текст сізге ұнап тұр. Соны өзіңізге салу қажет. Және араларын бөліп жазу керек. Ол үшін тағы да жоғары жақтағы 3 сілтемені басасыздар. Басқаннан кейін сілтемесін көшіріп алып, Telegram каналға өтесіздер да, InstaSaver деген ботқа кіресіздер да, сілтемені қойып, текстін жүктеп аласыздар. Текстінде суретте жүктеп береді. Суретті осылай үстін басып ашқаннан кейін, мынау жаңағы 3 точканы басасыздар, мына жерде одан кейін сохранить дегенді бассаңыздар, ол сіздердің галереяларыңызға жүктеледі. Одан кейін дайын алған текстті көшіресіздер да, тағы да бот жүктеп аласыздар. Мына арада текст 4 инстабот деген. Қазір сіздерге көрсетейін. Текст 4 инстабот. Осыны жүктеп аласыздар. Осыны жүктеп алғаннан кейін соған кіресіздер да, жаңағы текстіні қойып, арасын бөліп, немесе неше түрлі смайликтерді қоюға болады. Арасын бөлесіздер. Онан кейін кез келген смайл қоясыздар. Мысалы, арадан уақыт жегізбей кез келген бір нелер қоя берейікші. Осы сияқты қоясыздар да, онан кейін ауызға түсіргілеріңіз келсе, осылай бөліп жаза саласыздар. Жазып болғаннан кейін жібересіздер. Жібергеннен кейін міне мынаны өшіре салыңыздар. Мынаның үстінде міне осылай сіздің текстіңізді бөліп шығарып берді. Мына жағындағы жіберген сіздің текстіңіз, енді мына жағындағы тексті жүктеп аласыздар. Үстін басып тұрасыздар да, меру батырманы басасыздар. Жүктеліп алынды. Енді Instagramға келесіздер да, жаңағы постыны саласыздар. Постыны салғаннан кейін текст қоясыздар. Арасын бөліп әдемілеп жазып берді. Енді отменить мери деген жерге өзіңіз қажет парақшаны белгілейсіздер. Мысалы, мен асыларынан алдым. Бұлай қоямда жіберемін. Менің Instagram парақшама салынды. Осылай текстпен жұмыс жасайсыздар. Енді Instagram'ды біз қалай әрлейміз деген сұрақ.
қандай бағдарламамен әрлейміз, қалай істейміз деген сияқты. Жалпы көп адамдар Инстаграмда жаңағы Canva деген бағдарлама арқылы әрлейді. Мысалы, Play Marketке кіресіздер да Canva деп жазасыздар. Жалпы ол Canva-ның ішінде 60 мыңға жуық шаблондар бар. Сол шаблондармен жұмыс жасайсыздар. Міне Canva деген. Осыны орнатып аласыздар да жұмыс жасай бересіздер. Менде толық қапты. Сіздер өздеріңізге осыны жүктеп алыңыздар. Осыны жүктеп алғаннан кейін жұмыс жасай бересіздер. Өте оңай. Жаңағы осы парақшалар сияқты посттарды жасай аласыздар. Немесе Photoshop бағдарламасын білсеңіздер, Photoshop PS3, PS4 деген бағдарламаларды алып, осылай жасауларыңызға болады. Жалпы Инстаграмды әрлеу түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де түсінбесеңіздер, сұрауларыңызға болады. Мен тағы да бірнеше бағдарламаларды сіздердің соткаларыңызға жіберіп берем осы сабақтан соң. Соларды Play Market'тен жүктеп алып, өздеріңіз жұмыс жасап үйрене аласыздар. Өте оңай болады. Егер де түсіне алмай жатсаңыздар, видео түрінде түсіріп көрсетіп беретін боламын. Жақсы, баршаларыңызға рахмет. Келесі 3-ші сабақты күтіңіздер. Айтпақшы, Инстаграмда текстті көшірудің тағы 2-ші жолын айта кетейінші мен сіздерге. Жалпы кез келген бір посттың текстін 2-ші жол арқылы көшіріп алуға болады. Ол үшін мысалы текстке кіресіздер да, жаңағы Telegram жоқтарыңыз, Telegram білмейтіндеріңіз, Инстаботты түсінбейтіндеріңіз Google Chrome арқылы Инстаграмдағы тексттерді жүктеп алуға болады. Мысалы, мұнда кірсеңіздер, ешқандай текст жүктелмейді, үстін басып тұрсаңыздар. Ешқандай текст жүктелмейді. Осыны жүктеп алу үшін, міне жоғары жағындағы 3 точканы басасыздар, одан кейін сілтемесін аласыздар да Google Chrome'ға кіресіздер. Chrome'ға кіргеннен кейін сілтемесін қоясыздар. Сілтемесін қойғаннан кейін сіздерге постты осылай шығарып береді. Онан кейін үстін басып тұрып, тексті жүктеп аласыздар керекті жеріне дейін. Тесттерді копирайт етіп қоя саласыздар, көшіріп алыңыздар. Онан кейін Инстаграмға немесе басқа әлеуметтік желілерге сол дайын тексті жібере беруге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.